Жалпы абай шығармаларының ішінде түркі жазба әдебиетінің алатын орны ерекше. Барлығымыз білетіндей, біз кейде абай және шығыс деп айтамыз, бірақ сол шығыс деген әлемнің өзі бір үлкен әлем. Осыдан жарты ғасыр бұрын ғалымдарымыз негізінен шығыс дегенде араб парсы әлемін ғана түсінетін болса, енді бүгінде сол шығыстың аясында орта ғасырлық түркі жазба әдебиеті деніп отыр. Ал енді сол шығыстың өзін қарайтын болсаңыздар, мұсылман шығыс елдері бар, сонымен бірге қиыр шығыс елдері бар. Ал енді біздің айтатынымыз сол шығыс мұсылман әдебиеті, соның ішіндегі түркі жазба әдебиеті. Түркі жазба әдебиеті болғанда да сол орта ғасырлық түркі әдебиеті. Біз бұны не үшін ерекшелеп айтып отырмыз? Себебі абайдың алғашқы жазған өлеңдері осы түркі әдеби тілінде жазылған болатын. Оны ғылымда шағатай тілі деп атайды, бірақ мынаны біз анықтап алуымыз керек. Жалпы шағатай тілі деген бар ма, жоқ па дейтін сұрақ. Себебі шағатай дейтін бұл шартты түрде атау. Ал енді сол шағатай тілде жазды деген науаилар, бабурлар, соңы мынау софы аллаярларға дейін барлығы да біз шағатайша жаздық демеген, қайта түркі әдеби тілінде жаздық деген. Ал енді шағатайша деген атау бұл соңғы ғасырларда патшалық Ресейдің түркі халықтарын бөлу, сондай-ақ әрқайсысын орта ғасырлық түркі жазба жәдігерлерін бір-бір ұлттың еншісіне бөліп, түркі халықтарының рухани тұтастығына сызат түсіру үшін қолданылған болатын. Немесе сол Шағатай ұлысында қолданылған тіл Жошы ұлысында қолданылмады деп кім айта алады? Немесе егерде біз Шағатай ұлысындағы тіл тек Шағатайға қатысты болатын болса, онда Хакім Абайдың жазған өлеңдері қай тілде болып есептеледі? Сондықтан да бір кездер ғалымдар тараптан айтылған Шағатай тілі деген ұғым бүгінде ол ескірді. Кейіннен ол кешегі коммунистердің билікке келуіменен бүкілдей мына патшалық Ресейдегі кейбір идеяларды жоққа шығару нәтижесінде ол ескі өзбек тілі ретінде қолданыла бастады. Сондықтан да Шағатай тілі болсын, мейлі ескі өзбек тілі деп аталсын, біз бүгінгі ғалымдар олардың барлығын орта ғасырлық түркі әдеби тілі, қысқаша түркі әдеби тілі деп береміз. Енді біз оны кеңірек тоқталып жатқан себебіміз Хакім Абайдың алғашқы жазған Физули, Шәмси, Сайхали, Фердауси, Сағди, Науаи, Хожа Хафиз, бұл хаммасы Мәдәтберия, Шаири, Фарият. Бұл бір өлеңі, екіншісі Yüzü Равшан, Көзі Гауһар, Бет Yüzü Лағилдек, Ахмар деп басталатын екінші өлеңі. Сондай-ақ үшіншісі Алифтек, Ай yüzüңе ғибарат еттім. Осы үш өлеңі түркі әдеби тілінің үлгісінде жазылған. Барлығымыз білетіндей, Хакім Абай шығыс мұсылман әдебиетін жетік білген. Соның ішіндегі мына орта ғасырлық түркі әдебиетін өте жағын білген. Өз айтып өтетін Физули, Шәмси, Сайхали, Фердауси, Сағди, Науаи, Хожа Хафиз. Осының ішіндегі Шамс Тебризиддин, Шәмси дегені, Хожа Хафиз, Фердауси, Сағди. Бұлар парсы тілінде жазған парсының ақындары болса, Науаи, Физулилары, бұлар Сайхали, осы үшеуі түркі ақындары болған. Бұлар орта ғасырда классикалық деңгейге көтерілген ақындар болып есептеледі. Енді жалпы шығыс мұсылман әдебиетінде өзінен бұрынғы өткен адамдардың аттарын атап шабыт шақыру бұл қалыптасқан үрдіс. Бұл тек Абайда ғана емес, сіз орта ғасырлық классикалық түркі әдебиетін алып қарастыратын болсаңыздар, әдебиет әлеміне енгісі келген шайырлық шабытты бойына арқау еткен ақындардың көпшілігі алғашқы өлеңдерінде осы өзінен бұрын өткен ақындарға аттарын атап шабыт шақырған жағдайлары өте көп болған. Ал енді солармен таныс болған Хакім Абайдың да осы Физули, Шәмси, Сайхали деп, соңында Мәдәтбер, Я Шаири, Фарият, ей атақты шайырлар, мені де осы әдебиет әлемінде қолдау білдірулеріңізді сұраймын, қолдау білдіріңдер деп қазақша айтқан уақытта әруаққа табынып, сыйынып, медет тілеуі бұл орта ғасырдан бері дәстүрге ұласып келе жатқан бір үрдіс болатын. Соны Хакім Абай қайтадан жаңғыртты. Ал енді өкінішке қарай, біз айтып өткен үш өлең дедік. Біріншісі Физули, Шәмси, Сайхали, екіншісі Yüzü Равшан, Көзі Гауһар, үшіншісі Алифтек, Ай yüzüңе ғибарат еттім. Өкінішке қарай, бұл үш өлеңнің де қолжазбасы біздің заманымызға дейін жетіп келмеген. Басқа шығармалар
жетіп келген. Оларды жалпы мүрсит қолжазбалары арқылы, сонда кейінгі мына ғылымдағы жетістіктер нәтижесінде жалпы Абай өлеңдері көшірілген 12 қолжазба десек, соның ешбірінде де бұл 3 өлеңнің қолжазбасы кездеспейді. Ал енді одан бөлек литографиялық басылымдар 1909, 1922, 33 жылғы басылымдарда да бұл өлеңдердің арабшасы берілмеген. Енді басқа емес. Негізінен осы араб графикасында жазылуы тиіс. Бұл өлеңдердің берілмегендігі өкінішке жағдай. Ал енді алғашқы бұл басылған латын әрпінде, қателеспіз, 1933 жылы алғаш латын әрпінде басылды. Сол латын әрпінде осы өлеңдер енгізілген. Ал оның алдыңғы литографиялық басылымдар, қолжазбаларының ешбірінде де бұл өлеңдер кездеспейді. Мүмкін ол кейіннен табылды ма? Ол жағы енді әлі де зерттеп, зерделей түсуді қажет етеді. Ал енді сол осы өлеңдердің табиғатына үңілу үшін, әсіресе Абайдағы әлиф тек ай yüzüne ғибрат еттім, бейбала идартыңа ниспат еттім дейтін өлеңінің табиғатына үңілу үшін оның қолжазбасы өте маңызды болып саналады. Себебі біз орта ғасырлық түркі жазба әдебиетінің бар құдіреті араб графикасында десек, ал енді осы Абайдың әліппе жанрында жазылған әлиф тек ай yüzüne ғибрат еттім өлеңінің осы араб графикасындағы қолжазбасы табылуы аса маңызды дер едік. Себебі біз айтып өткен 1933 жылға басылым, бұл латын басылымы. Ол басылымда сол кезде мүмкін сол кездегі саяси әлеуметтік жағдайларға байланысты болар, мүмкін еңбектің асығыс баспаға дайындалуына болар, біраз қателіктер орын алған. Оны біз Абай текстологиясына қатысты жинақтарда, ұжымдық монографияларда аз кем атап өттік деп ойлаймын. Ал енді Абайдағы жалпы осы 3 өлеңнен қарайтынымыз, Шағатай тілінде, түркі әдеби тілінде жазылған 3 өлеңде де бұл ахлі тасауф пенен, ирфан іліменен өте жақын таныс болғандығынан қарамыз. Себебі өздері атын атап шақырған Физули болсын, Науаи болсын, Шейх Шамсаддин болсын, Фердауси болсын, бұлардың барлығы да ахлі урафа, яғни хаққа ғашықтық жағын өте берік қолға ұстаған болатын. Діни терминмен айтқан уақытта ихсан іліміне жетіп, тасауфта, сопылықта белгілі бірді мақамдарға жетіп, тіпті алды бір пірлік дәрежеге дейін жеткен жағдайлары болған. Сондықтан да Абай солардың атын атап шақырды. Ал енді бұл өлеңнен аңғарамыз, бірінші Физули Шәмси Сайхалидан аңғаратынымыз, шығыс мұсылман әдебиетінде өзіндік орны бар, тіпті классикалық деңгейге жеткен Фердаусидің ақын, оның шахнамасы бар екендігі белгілі. Сондай-ақ Шамсиддин Тебризи, атақты Мәулана Жәлеледдин Руми менен өте сырлас болып, оның үлкен бір жинағы дүниеге келген. Қожа Хафиз шығыс мұсылман әдебиетінде жұмбақ тіл аталған лисанул ғайып дейді. Себебі оның сопылықтың сырлы әлемінен, ғашықтық әлемінен сөз қозғалған уақытта ешкімде оның тілін түсіне бермеген, сондықтан да жұмбақ тіл аталған. Жалпынан айтып өтуіміз керек. Шығыс мұсылман әдебиеті деген уақытымызда оның бар құдіреті оның сопылық астар алуында. Атақты шығыстанушы Бертельстің классикалық шығыс мұсылман әдебиетінің бар құдіреті осы сопылықта деген. Егер сіз сопылық ілімді білмейінше, классик ақындар тұрмақ, 1000 жыл бойына жалғасқан 20 ғасырдың басына дейінгі мейлі ол парсы әдебиеті болсын, мейлі ол орта ғасырлық түркі жазба әдебиеті болсын, оны сіз түбегейлі түрде түсіне алмайсыз. Тек онда Хафиз қана емес, жалпы шығыс мұсылман ақындарының барлығы да жұмбақ қалпында қалады. Ондағы ғашық пен жар, махаббат, гүл мен көбелек деген секілді терең ұғымдар бар. Шарап пен көзе деген секілді ұғымдар адамның ойын әр жаққа тартуы мүмкін. Ал енді ғашықтық әлемінен, ишқ әлемінен, махаббат әлемінен хабарлы барлар бұл ұғымдардың астарында үлкен, алуан мағына жатқандығына назар аударған. Сондықтан да атақты мутассауф, Иранның ғалымы Зәррин Кубтың жазуы бойынша орта ғасырлық шығармаларды оқуға ден қойған адамның сопылықтан хабары болмайынша, ол адам тек жаңғақтың сыртқы қалыбын жеп, ішкі дәніне бойламағандар деген. Сол секілді осы ілімдерді білмейінше, тасауф, ирфан ілімін білмейінше, ихсан ілімін мен көкірек көзін ашпайынша Абайдың өлеңдеріне
терең бойлау мүмкін емес. Немесе yüzü раушан, көзі гауһар, бет yüzü лайылдек ахмар, тамағы қардан хамбектар, қашын құдырат, қолы шиға. Өзің gözellere rahbar, sana aşık bolup kamtar, Süleyman Cemşit İskender alalmaz barşa mülkiga. Mabada olsa ol bir kez, tamaşa kılsa yüzme-yüz, ketip kuvat yumulup göz, boyun salsal bola nigen. Бұл таза орта ғасырлық түрк әдеби тілінде жазылған. Әрине Хакім Абай мұнда ишq туралы, махаббат туралы айтып отыр. Бірақ Абайдың айтып отырғаны қай махаббат, қай ишq, ишқы мажази ма, ишқы хақиқат па. Осы жағына назар аудару керек. Әрине бұл жерден әркім өзінің іздеген махаббатын табуы мүмкін. Ол бір Мұхтар Әуезов айтатындай, бұл жерде бір сұлу перін айтып отыр ма, жоқ адамзат баласын айтып отыр ма дейтін ой барлығымызды мазалайтындығы анық. Бірақ та өлеңнің астарына терең бойлаған уақытта бұның астарынан ирфани, тасауфи мағыналарды табуға болады. Әсіресе Абайдың Алифтек ай yüzüne ғибрат еттім деген өлеңі. Бұл өлең алифба жанрында жазылған. Өкінішке қарай бұл өлеңді осы уақытқа дейін Абайды зерттеушілер, Абай танушылардың ешқайсысы да бұл өлеңнің ішіне ене алмағандықтан да бұл өлеңді талдауға қарағанда тамсану жағына бой алдырған. Яғни Абайды тануға қарағанда тамсану жағы басым десек болады. Себебі Абайдағы айтылатын осы әліппе жанрында жазылған өлеңдерін әлі күнге дейін біз жанрлық тұрғыдан оның көркемдік ерекшелігі тұрмақ, оның идея мазмұндық жағынан да әлі күнге дейін терең бойлай алмай келе жатырмыз. Оның себебі жаңа біз айтып өткен түркі әдеби тілі менен сондағы тасауфи, ирфани мағыналарды терең бойлаудан. Жалпы бұл біздің зерттеулеріміз бойынша жеке жанр, орта ғасырда негізі қаланған. Бұл жанрда алғаш болып араб парсы әлемін айтпағанның өзінде Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті Хакім Ата дейтін лақабымен танымал болған Сүлеймен Бахарғанида осы жанрдың үлгісінде жазылған 3-4 өлеңдер бар. Сондай-ақ біз білетін 15 ғасырдан соңы 16 ғасырдың басында Иранда билікке келген Сефевидтер әулетінің негізін қалаған Шах Исмаил Хатаидің, Имам эд-Дин Насимидің өлеңдерінде, сондай-ақ Бабарахым Машрабта тура осы жанрда жазылған бізде өлеңдер бар. Ал енді одан бөлек біз қазақ даласында Абыл Тілеуұлының әріпті 29 келеді әліп, атасы Әзірет Әлі Әбу Тәліп, жан беріп күнәһарды тірілтіп ап, тарттырар көр азабын отқа салып дейтінде де сол жаңағы арабтың әріптерін тізбелеп айтуға. Осының барлығы да бұл әліппе жанры ретінде қарастырған. Енді бұны кейбір ғалымдар әліппе жанры деген, кейбір ғалымдар ләмалиф жанры деп те қарастырған. Себебі ол атауы әртүрлі болғанмен де шын мәнісінде бұл әдеби өрнек дейміз, шайырлық шеберлік дейік, бұлар жанрлық деңгейге дейін көтерілген болатын. Сол жанрда соңғы болып қазақ даласында қалам тербегендердің бірі осы Абай болатын. Жалпы арабтың 29 әрпін өлеңге қосып жырлау шығыс мұсылман әдебиетінде кеңінен тараған үрдіс. Ол әліппе жанрынан бөлек әрбір әріптің өздерінен бір-бір образ жасату, оны образдың сыртқы лирик кейіпкердің сыртқы формасы ретінде көрсету орта ғасырлық шайырларға тән қасиет болған. Мысал айтсақ, біз осы әліппенің түрлерін берген уақытымызда, жалпы әліппенің жанрға айналуын қолға алған уақытымызда, жалпы араб әліппесінің бұл тек таңба қана емес, үлкен бір өнерге дейін көтерілгендігін аңғаруға боламыз. Мысал айтсақ, біз білетін әріптердің ішінде бұндай деңгейге жеткен ешбір графика жоқ. Мысалға, арабтың әріпі ол тек каллиграфия. Арабтың бұл әріпі куфа, нас, сулс, таълих, насталих, шекасте насталих секілді жалпы 30-ға тарта түрі бар. Ал енді ең алғашқы қолданылған куфа болатын болса, одан кейін сулсқа ауысуы, кешегі қарахандықтар Алтын Орда тұсында насықтың кеңінен қолданылуы, бұл араб графикасының бір таңбадан ауысып үлкен өнер деңгейіне жеткенін көрсетеді. Сондай-ақ мына мешіт медреселердегі араб графикасынан гүлдің суретін салуы, құстың суретін салуы бұл үлкен өнерге жеткендігін. Ал енді біз әдебиетші болғандықтан да
осы бір ғана әліппе жанры, бір ғана араб графикасының өзінен әліппе жанры шыққан. Сондай-ақ тарих дейтін жанр шыққан. Сондай-ақ лұғаз дейтін жанр шыққан. Мысалы, тарих жанрын мына ол әрбір әріптің астарына бір-бір санның жасырылуы ол тарих жанры болған. Мысалға, сіз Самарқандағы Шердар медресесіне баратын болсаңыз, сол Шердар медресесінде бұл Шердар медресенің салынған жылы Жалаңтөс Баһадүр жылы салынды деген. Сонда ғалымдар Жалаңтөс Баһадүрдің астынан бір-бір сан шығарған уақытта сол медресенің салынған жылы анық көрінген. Бұл секілді әдеби дәстүрлер, бұл секілді әдеби өрнектер дерміз, шайырлық шеберліктер орта ғасырда кеңінен белең алған болатын. Ал енді жалпы біздің зерттеуіміз бойынша бір ғана араб әліппесінен 3-4 жанр шыққан, сондай-ақ араб графикасының өзінен суреттеп беруде лирик кейіпкерлердің сыртқы формасын, ішкі жан дүниесін ашуда. Мысал болсақ, сол Науаида Ләйлі Мәжнүн дастанында Ләйліні көріп ғашық болған Мәжнүннің алиф қадын қалып дал дейді, Науаи айтады. Алиф деген бұл жалпы араб графикасында сұлулықтың нышаны болған. Соны айтады, алиф қадын, яғни алиф дейтін тұла бойын дәл қылып дейді. Ләйлінің алдында басын иді дегенді келтіреді. Бұл да болса сол лирик кейіпкер жасаудағы Науаидің өзіндік бір араб графикасынан образ жасаудағы талпыныстарының бірі дер едік. Жалпы дәл деген әріп, мынаны айтып өтуіміз керек, бұл мұсылмандардың рукухта, намазда тұрғандығын білдіреді. Сол секілді, әр әріптің астарынан бір-бір не жарату, кейіпкер жарату біздің қазақ ақындарына да тән болған. Мысалға, Мәшһүр Жүсіп айтады, нун әріпін бір ноқатпен қарны тойды дейді. Себебі нунның үстінде бір әрпі осылай келеді. Себебі бір ноқатпен, бір нүктеменен қарны тойды, бұл сабырлықтың, ұстамдылықтың белгісі ретінде көрініс берген. Ал енді Абай бұны алиф дейік, ай yüzіңе ғибрат еттім, бейбала идартыңа ниспат еттім, тей тілімнен шығарып күллі әбият, сәсәна иматхыңа хұрмат еттім деп берген. Бұл жаңа біз айтып өткен түркі әдеби тілінде жазылған. Енді бұл жерде Абайдың айтып отырғаны. Біз жаңа айтып өттік қой, Әуезовтің айтатын бұл жерде сұлу перін айтып отыр ма, жоқ әлде адамзат баласын айтып отыр ма дейтін сұрақ туындайды. Себебі алиф тек, сенің алиф тек ай yüzіңе, себебі алиф жаңа айтып өткеніміздей, жалпы поэзияда бұл сұлулықтың нышаны болған. Сұлу сымбатты жардың бейнесі әліппен суреттелетін болған. Абайдың алиф тек деген сол, сұлу сымбатты бейнеңе көріп мен ғибрат еттім, яғни таң тамаша болдым, таңырқадым. Бала идарт, енді бұл дарттың түбіс бізді сопылық әлемге алып келеді. Себебі Абай алиф, ба, та, са, жим, ха, хи арабтың әріптерін айтып өткен уақытта сол сөйлемнің басын осы әріптермен бастауға тырысқан. Бала идарт, бұл бізді айтатын жалпы сопылықтағы дерті жоқ адамның, бұл ғашық емес, ғашықтығы жоқ адам, бұл шынайы мұсылман емес дейтін түсінікке келіп тіреледі. Бала идартыңа ниспат еттім, яғни сенің бейбала идарт, сенің бірінші сенің сұлу сымбатты денеңді көріп ғашық болдым да, дертіңе сұлулық ғашықлы дертіне ұшырадым. Тілімнен шығарып күллі әбият, енді мен саған ғашық болғандықтан да тамаша жыр жолдарын саған арнадым, сана иматхыңа хұрмат еттім. Сана және мәдіх, Абай екеуін қатар қолданған. Жалпы сана деген сөз көбінесе діни канондық шығармаларда негізінен жаратушыға ғана сана айтылады. Мәдіх деген сөз пайғамбарларға, шадирларға айтылатын болған. Бұл жерде Абай сана и мәдіх, сана арқылы бұл жерде айтылып отырған сұлу жардың, ол тек бұл дүниедегі адамзат баласы емес, қайта бір жаратушының жамалына ынтық екендігін көрсетіп отырғандығына біз назар аударамыз. Себебі сана и мәдіх, біз айтып өткен сана, бұл орта ғасырлық классикалық еңбектердің барлығында да сана тек қана Аллаға қана айтылады. Осында айтып отырған жалпы софылық әдебиеттегі масхар деп аталады. Сұлу жардың, Алланың жердегі масхары ретінде бір сұлу жарды алып, сол бойынша суреттеп шығу бұл Абайдың осы шығармасында
кеңінен көрініс бергендігін білеміз. Енді жамалың қандай ақ рузи маған халиллік тапмадым жаным санан, халайық мән емес бар інтізар дариға ішқ оты бермас аман. Осында айтып өткенде жаңа сұлу жарға тек мен емес бүкіл мұсылман халқы ынтызар, жаратқанның жамалына ынтықтық. Дариға ішқ оты, осында ішқ оты мен жаңа бейбәлә дәрт екеу бір-бірімен тығыз байланыс. Жаңа біз айтып өттік, яссауида болсын, бағарғанида болсын, машрабта болсын, ішқі жоқ адамдар дәрті жоқ. Дәрті жоқ адамда шынайылық жоқ деген мәселе осындан келіп шығады. Зәлелілік көрген соң сайрай бертіл, риза қылмағыңды яр өзің біл, захардай күйдірді ішқін қатты, саламат қалмағым болды мүшкіл. Яғни Алла Тағаланың ішқі түсетін болса, ішқ оты түсетін болса, аман қалу мүмкін емес. Жалпы яссауида мынандай түсінік бар ғой, ішқ тексе күйдіргісі жауыну тәнні, ішқ тексе байран құлыр мау мәнні, ішқ болмаса танып болмас маулым сені, har ne qilsang aşık qilg'il parvardigar. Ya'ni Allohning ishq muhabbati түсетін болса, жан мен тәнді күйдіреді. Алланың махаббаты болатын болса, біз және менмендікті де өртеп ойранын шығарады. Алланы танып болмаса, жалпы әлемді тану мүмкін емес екендігін. Сондықтан да, Алла Тағала не қылсаң да мені ашық ете көр, ғашық ете көр деген Яссауидің сөздері есімізге келіп түседі. Саламат қалмағым болды мүшкіл дегені сол, яғни жаны тәнімнің аман қалмағы өте қиын жағдайға түсті деген сөз. Шин шәкәрләп есіме түскен сайын, сат сабырым қалмады мен нәйлайын, зат зайық өмірім өтті менің бекар, талаптан әйтеуір құр қалмайын. Енді бұл жердегі ішкі жан дүниенің өртенуі, ішқ оты тиген уақытта бүкіл адамның жан болмысын шарпып өтетіндігіне бұнда ишара болып тұр. Залим құп қылыш боп жан қоқталды, айын ақылымны басымнан тартып алды, ғайн ғаріплік басыма түскен өсің, філе файдаң тиеме деп жаза салды. Ғаріптік ақылымны басымнан тартып алды, яғни Алла Тағаланың ішқі махаббаты түскен уақытта адам өзін бүкілдей сол әлемде көреді, Алланың әлемінде. Сондықтан да ғаріптік басыма түсті дейді. Арифтік бар, хақты тану жолындағы, енді сол тарихат жолындағы ғаріптік бар. Ғаріптік бұл дүниенің бүкіл қызықтарынан бас тартып, сол ғаріптік жолға түсу деген сөз. Қаф қапил болар мекен жазған хатым, кәф кәмел ақылың әсіл затым, ләм ләбеңнен ем қылсаң мән дәртліге, мен мәхріңден қалмас ет бар афатым дейді. Бұл жерде де сол кемелдік үстіндары, кәмел ақылың әсіл затым, сондай-ақ ерніңнен бір бал шарабы тартатын болса, мехріңнен қалмас еді бар апатым, яғни сенің Алла Тағала мейіріміңнен ешқандайда бұл дүниедегі апаттарым, сәтсіздіктерімнің барлығы жойылатын еді. Нұн налығып қайғың мен күйдірдің көп, ойлана ішқың уайым жеп, хеш файдаң тимесе олды өлеңіз ләмәлиф лә иләһә иллалла деп. Егер де сізден ішқ оты болмайтын болса, менің мұсылман болып қалмағым да не ғайбыл деген. Себеп мұсылманның соңы лә иләһ иллаллах дейтін сөзбенен жаны үзіледі. Енді маған тоқталу керек. Жалпы Абайдың қадым мектептерінен дәріс алды ма, жәдид мектептерінен дәріс алды ма дейтін сұраққа бірден бір жауап осындағы Абайдың ләм әлиф әріпін кіргізуі. Себебі қадым мектептерінде 29 әріптің бар екендігі, ләм әлифті бір әріп ретінде тану керектігі алға шыққан. Ал жәдид мектептерінде ләм әлифті бір әріп ретінде танымаған, сондықтан 28 әріп ретінде берген. Ал енді Абайдың ләм әлифті де жеке әріп ретінде қосуы бұның қадым мектебінде дәріс алғандығы, қадымша оқығандығының бірден бір дәлелі деп қарауымыз керек. Енді ары қарап, яй ярым, ең соңғы әріп яй, жарым қалай болар жауап сөзің. Енді тікелей жауап қатып отыр. Жар деген сүйіктінің жамалы, бұл тікелей жаратушының құзырына баратын дүние. Енді әріп бітті, бірақ Абай тоқтамайды. Абай ары қарап, арапта жазылатын, асты үстіне қойылатын таңбаларды мәт, тәштит, сүкун, түрмен асты үстілі жазу да бар деп, оның барлығында бір-бір сұлуды бейнелеп жатқанды, оларды бір деталь ретінде пайдаланғандығын көреміз. Жалпы, Абайдағы түркі классикалық әдебиетінің үлгісінде жазылған, Шағатай үлгісінде жазылған әдебиеттерді зерттеу, зерделеу,
жағына назар аудару керек. Ол жерде Абайдың дүниетанымы ғана емес, сол 20 ғасырдың басына дейінгі біздің дәстүрлі танымдарымыз, ақидалы көзқарастарымыз толығымен көрініс табады. Егерде біз дінді ислам, иман, ихсан деп талдайтын болсақ, сол үш тағанның кешегі Абайдың заманына дейін берік болып келгендігіне біз жіті назар аударамыз. Ал енді мынандай сұрақ туады. Жалпы Абай осы классикалық түркі поэзиясының үлгісімен қалай қалам тербей бергенде, сол өзінің биіктігінде қалар ма еді? Жоқ әлде Науаи, Физули, Шамсилар менен жарысам деп басқа соқпаққа жол ашар ма еді дейтін сұрақ туындайды. Сондықтан да Абай классикалық түркі поэзиясын осы үш өлеңмен жапты. Абайдан кейін қазақ даласында бұл классикалық тілде қалам тербеген ешкім жоқ. Абай оны жапты да қазақтың жаңа поэзия тіліменен қалам тербеп жаңа кезеңге, жаңа жазба әдебиетке жол ашты. Сондықтан да Абайдың бар құдіреті, бар даралығы, ерекшелігі де осында бередік. Болды ма? Әлде жалғастырайық па? Қорытынды бір сөзін айтып өттім. Ал. Бұл бағытта кімдерді оқу керек екенін ұсынбайсыз ба? Кемелдікке жеткен адамдар деңіздер. Жоқ, оны айтып өтейін ба кімде? Не деп айтайын? Осы бағытта мынандай кісілердің еңбегін оқуға кеңес береміз. Енді әрине бұл біз айтып өткендей тақырып әлі көп зерделе қойған жоқ. Десек те біз оқырмандарға араб парсы тілдеріндегі араб парсы тілдеріндегі әдебиеттану қатысты зерттеу еңбектерін оқуға кеңес береміз. Сондай-ақ біздің қазақ ғалымдарынан әрине Мұхтар Әуезовті, Бекемтас Мырзахметовті, сондай белгілі абайтанушыларымыздың еңбектеріне жіті назар аудару қажет. Сонымен бірге кейін кездері жарияланып жатқан Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты тарапынан жарияланған Абайдың текстологиясына қатысты, Абайдың академиялық жинақтарына қатысты еңбектерді де алып, қарап, зерттеуге кеңес береміз.